біз всегда мектеп кезден бері, менде лично ол проблема болды. Қазір де бар, сонымен қазір жұмыс істеп бастап жатырмын. Қандай проблема? Байқайсыңдар ма, біз универ оқып жүрген кезде, мектеп оқып жүрген кезде біз ойладық, енді тапсырып алайын, сосын бәрі күшті болды, все, цель бітті. Главное, грантқа түсу, все. Содан кейін өмір күшті болып кетеді. Сондай болды, сондай ощущение болды. Потом не істедік біз универге түстік. Универге түскеннен кейін, сессия тапсырғаннан кейін, немесе универ бітіргеннен кейін күшті болады, бәрі өмір күшті болып кетеді. Сол жасы главное бітіріп алайық, дальше уже өзімен өзі болып кетеді деп ойлаймыз. Бірінші бүйтіп алайын, бірінші үйленіп алайын, күйеуге шығып алайын, бірінші бір рет шетелге шығып келейін, тағы да бірдеңе істейін. Біздің бақытымыз, біздің бақытты болу кезіміз, біз мынандай үлкен риск қаратады. Кімде дәл сондай до конца надо, потому что сендер өмір бойы бақытсыз болып өтуіңе бір риск бар да. Біз всегда ойлаймыз, біздің өмір именно осындай, манағындай ойлайтын адамдарда всегда андай қателік бар да. Олардың бақыты потом отложенный бақыт етеді, отложенный счастье етеді. Яғни сондай болып кеткен да. Біз бірдеңе істегеннен кейін тек бақытты болады екенбіз. А в моменте біз бақытты емеспіз, нейтральныймыз, қандай екенімізді білмейміз даже. Бірақ бізге кажется, что бір нәрсені жеткізгеннен кейін, үйленіп алғаннан кейін бәрі күшті болып кетеді, бақытты болып кетеді. А по идее байқасаңдар, универ бітірдің, келесі проблема шығады. Оқу бітірдің, келесі проблема шығады. Бірдеңе істедің, тағы бір нәрсе шығады. Проблема деген проблема емес. Сен сөйтіп шыға береді да новый нәрсе. И сен никогда, прикиньте, енді мен пенсияға шығып алайын деп кете береді да. Содан кейін қалай болады? Содан сен қашан бақытты боласың? Өлгеннен кейін деп нетпей қой, ол кезде оның несі бөлек қой, бөлек әңгіме. Но сен қазіргі өмірде сенің бақытты болуың қашан сол кезде? Мен сол туралы ойланып қалғаннан кейін ішімде бір ой пайда болды, сұрақ пайда болды. Ё-моё деген сияқты болып қалды. Но повезло, что 23 жыл, 24 жыл, неше екенін ұмытып қалдым уже. Сондай нәрсе, сонша жыл бойы өмір сүрдім, да? Бірақ бақытты болу деген кез отложенный болған екен. Осыны мен білгеннен кейін, түсінгеннен кейін стоп дедім. Так. Кәдімгі бір түрлі болып қалдым. Сендер де бір түрлі болып қалған шығарсыңдар да, ойланған кезде. Но шынымен оказывается сондай отложенный бақыт екен да. Сонда қашан бақытты боламыз біз? Если біз жетпей жатып, болды, келесі бар деген сайын жүре беретін болсақ. Потом бір жігіт былай айтты. Қарашы деді да, мен прям стоп деді, тоқта деді. Ойланшы деді. Сен бақытың осылай отложенный болып кетті деді. Енді қара, қазір сенің елестетші, сенің бір идеальный өміріңді елестетші, сен қалайтын өміріңді. Допустим, сен қазір қандай неде тұрсың? Допустим, сен үй алдың деді басында. Үйің болған қалайсың? Үй алдың. Сен қалай қазір үй алғандағы сенің өмір тәртібің, режимің қалай болады? Қазіргі дей ма деп сұрайды. Мен я дедім. Қара, мен үй алғаннан кейінгі деген идеям, мен қазір үй жоқ кездегі идеямен бірдей екен да. Сол кездегі әрекет ешкім өзгермейді екен, состояние тоже сол болады екен. Значит, мен үй алғаннан кейін де енді машина алайын, енді бүйтіп алайын деп, енді шетелге шығып келейін деген сияқты немен жүреді екенмін. Сондай оймен жүретім. Яғни мен в моменте бақытты болмаймын. Соны анықтап берді да. Сенің бақытты болуыңа сенде қазір бүкіл нәрсе бар дейді. Не үшін десем, қара, сен мана айттың. Сенің идеальный өмірінде сен, допустим, машинаң бар, мынауың бар, елестет, бәрі бар. Сен қалаған нәрсе, ойлап жүрген нәрсең бәрі бар. Үйрендің, бәрі күшті. Сол кезде сен не істейсің? Дәл осылай жүре бересің ба дейді. Мен я дедім. Состояние қандай болады? Андай бір кайфовый состояние емес, андай ештеңе емес. Но қазір істеп жүрген нәрсем сөйтіп болады. И мен, оказывается, мен еще бүйтіп айтамын. Маған сол кезде ақша болады, бәрі. Ақша да қазір да бар, сол кезде де болады, ол кезде басқаша болады ғой. Сөйтіп ойлайсың. Ондай болса, так, машина болса, уже бассейнге жазыламын деп ойлайсың. Сосын тұрамын да, по идее, мен на потом қалдырып жүрген нәрсемнің барлығы, қазір істей алады екенмін да. Қазір бассейнге жазыламын, тренировкеге жазыламын, тағы не бар. Любой нәрсені қазір істей алады екенмін. Бірақ мен оны бірінші бүйтіп алайын деп соны жасамай жүр екенмін. И сенде де сондай нәрсе болуы мүмкін. Өте опасный нәрсе. По идее, біз қазір бола аламыз. Ал егер біз қазір бақытты бола алмасақ, бізде когда
точка А бүйтіп есептейік, точка А дым жоқ деп есептейік. Сен сол кезде бақытты болмасаң, никакой сен Феррари болсын, Ламборджини болсын, Ламборгини ладно, сол нәрсе болсын. Сен жоқ кезде, олар жоқ кезде сен бақытты болмасаң, сен қолыңда iPhone болмаса, сен бақытты болмасаң, iPhone болғаннан кейін тек бір апта кайфовать етесің, потом сен дәл состояниеге кетесің, потому что сен олар жоқ кезде сен бақытты болған жоқсың. И сондай бір өзінің теориясы бар екен. Ешқандай сатып алатын нәрсе сені ұзақ мерзімде бақытты қыла алмайды, пока сен іште өзіңе разрешение берген жоқсың қазір бақытты болуға. Именно қазір мен тыңдап жүрген кітабымда өзіңе разрешение беру деген кітап туралы сол туралы тыңдап жатырмын. Оказывается, біз көп нәрсеге разрешение бермейді екенбіз. Разрешение бергеннен кейін ғана сенде ощущение болады. Никакой сырттай нәрсе ешқандай әсер ете алмайды, как ішіңмен сен сөйлесіп өзіңе құқық бергеннен кейін. Қазір бақытты болуға, қазір жасауға, любой нәрсе сен разрешение беріп жасау керек екен. А егер ол болмаса, сен түсінбейсің просто, неге саған ақша келмей жатыр, неге сенің жолың болмай жатыр, сен оны түсінбейсің, потому что сен іштей оған просто іштей разрешение бермеген екенсің. Іштей разрешение бергеннен кейін ғана любой нәрсеге, ақша табуға, көп ақша табуға, бірдеңе жасауға, бір іс-әрекет жасауға, бір благой дело жасауға, пока іштей разрешение бермейсің, ол нәрсе вообще түпкілікті сырттай ештеңе өзгерте алмайды. Даже менторың болсын, кім болсын, но ментор мына нәрсені істеп бере алады, но типа разрешение беру деген сияқты ше, мен жағдайымдағыдай. Но пока даже ментор не деп айтса, сен іштей разрешение бермесең, сен ментор, психолог, коуч дым істей алмайды. Бүкіл проблема өзің шеше аласың, өзің істей аласың, просто өзіңе бір құқық беру керек. Сол туралы айтқым келді, именно отложенный өмір туралы айтқым келді, потому что қазіргі моментте мен сол нәрсемен күресіп жатырмын, как будто бы потом мен бақытты болады сияқты идея болады да, но қазіргі моментте сол ощущение күрескеннен кейін де қазір іште бір үрей де жоқ, ешқандай нәрсе жоқ, енді үрей жоқ, потом қашан болады, қашан жетемін деген сияқты гонка жоқ. Моментте кайфовать етуді қазір практиковать етіп жүрмін. Сіздерге де кеңес беремін, потому что өмірлерің просто так өтіп кетуі мүмкін, ешқандай емес. Так что давайте, дамыңдар, дамуды тоқтатпаңдар. Мен барынша сіздермен бөлісуге тырысамын көп нәрселерді. Так что кеттік.